Балалар, ойын ойнағыларың келе ме? Иә. Ойын ойнаған көрдіңіздер ме? Ендеше қазір біз сиқырлы қолшатыр деген ойынды ойнаймыз, балалар. Ойын ойнамас бұрын, балалар, сендерге сұрақ қоямыз. Сұраққа жауап бересіңдер ме? Иә. Ал біз қай мемлекеттен тұрамыз? Қазақстан Республикасында, иә? Ал Қазақстанда рәміздеріне не тұрады? Ал енді біздің тіліміз қандай тіл? Біздің тіліміз қандай тіл? Қандай тіл? Қазақ тілі, иә? Яғни біздің қазақ тіліміз біздің ана тіліміз дейді. Ал енді ол шатыр бізге не үшін керек? Иә, жауын жауғанда қолданамыз. Күн түспесінде күн ыстықта қолданамыз. Ендеше сол енді жай қол шатыр емес, балалар, сиқырлы қол шатыр деген ойын ойнаймыз. Ол жерде түсіндіріп кетейін. Ол жерде суреттер бейнеленген. Сол суреттерді қандай сурет екенін айтып бересіңдер. Түсіндік пе? Ендеше қолымызға қол шатырды аламыз. Тұра қойыңдар, тұрамыз орнымызда. Мына жерге дөңгелек болып тұрамыз, шеңбер боламыз. Шеңбер боламыз. Қазір мен қол шатырды аламыз. Ал мұқият тыңдаймыз. Менің қолымда, балалар, сиқырлы қол шатыр. Бәріміз бір суретті аламыз, алыңдар. Сенікі қандай екен? Кітап. Сенікі қандай сурет? Кім бұл? Апай. Сенікі Гүлжан? Ал енді Гүлжан, айта қойшы. Айта қой. Тақпағын айтшы. Алдан ұстап тұрда, тақпағын айта қой. Елесім көрінбейді, орыс қанымдың маңдайына ескертмені, қолын шағым көрінбейді. Бәрекелді. Нұрислам, сенікі қандай сурет? Ал айта қой жаттауыңды. Бәрекелді, жарайсың. Ал Гүлжан, айта қой сен жаттауыңды. Бәрекелді, жарайсың. Айта қой. Сенің қолында қандай сурет? Әбдірахим. Кім ол? Анашым, иә? Ал тақпағынды айта қойшы. Даусын шығарамыз, білім берген. Жарайсың. Біз тыңдаймыз, балаларға айта қой тақпақ. Анамды мен Тас көрем анамды. Білім алып жүрем. Қасымда анам екінші. Мен шаттанып ойнап күлем. жарайсың. Ал Үміт, сен қандай сурет ұстадың? Бұл кім? Мұғалім. Тақпағынды айта қойшы. Айта қой. Одан ол жерде көзтарданыз құбыла. Көз қарайыңыз жүріп, туған жерді
бәрекелді жарайсыңдар. Біз енді қазір қандай ойын ойнадық? Қандай ойын? Сиқырлы қол шатыр. Söyle қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін